Жетісу облысындағы Сарыөзек-Көктал автокөлік жолы биыл қазан айында ашылады, ал 2024 жылдың қазанында толық пайдалануға беріледі. Қазавтожол ұлттық компаниясының басшылығы құрылыс жұмыстарымен танысуға келген Сенат депутаттары мен жергілікті тұрғындардың алдында осындай мәлімдеме жасады. Ардақ Айбарлы әңгімелейді. Сарыөзек-Көктал тас жолының құрылысы 2021 жылы басталды. Оның жалпы ұзындығы 178 шақырым. Аталған автожолды күрделі жөндеуден өткізуге республикалық бюджеттен 10 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Алтын емел асуындағы тау жынысын жару жұмыстары кезінде облыс тұрғындарына алдын ала хабарландыру жолданып, аталған автокөлік жолы жабылады. Панфилов ауданының тұрғындары жару жұмыстары кезінде облыс орталығы Талдықорғанға Қонаев қаласы арқылы қатынайды. Төте жолға қарағанда ол 200 шақырымға ұзақтау. Халық сол себепті бұл жол бөлігін тездетіп ашуды сұрап отыр. Қонаев арқылы осы жол басталған 212 науқасты біздің аудандық жаңағы жедел жәрдем қызметі Қонаев арқылы облыс орталығына жеткізіп отыр. Бұл жерде ар жағында адамның өмірі тұр деген сөз. Бөлінген қаражат мақсатты жұмсалынып, жол сапалы, жолдың құрылысы өзінің уақытысында аяқталу керек. Халықтың сұрап отырғаны сол. Қазавтожол ұлттық компаниясындағылар еліміздегі жол құрылысы мерзімінің ұзаруы негізінен қаржының уақытылы бөлінбеуінен туындайтынын айтты. Оған мердігер мен Қазавтожолды кінәлай беруге болмайды. Тиісті министрліктер жолға бөлінетін қаржыны уақытылы аударса, мұндай жағдай болмас еді дейді олар. 2021-де қаржының 10%-ын береді. 2022-де қаржының 10%-ын береді де, 2023 күнде қаржының барлығын беріп жатыр, былайша айтқанда. Ол қалай ол бірінші, екінші жылы дұрыс берілмеген, дұрыс жоспарланған қаржымен 2023-те бітіру мүмкін емес. Ол бірінші мәселе. Екінші, біздің салада жолға ақша бөлінбейді уақытымен, сол себепті ол қымбаттауға келіп соғады. Оны қазір 2,5 миллиардқа қымбаттады бұл объект. Сол себепті қазір құрылыс мерзімі ұзарды. Халықтың облыс орталығымен байланысы өте қиындап кетуіне байланысты жаңағы осының биыл да бітпейтіндігі туралы халық көтерді. Соған байланысты біз осы мәселе қалай жұмыс жүріп жатыр, соны көруге келдік, тыңдауға келдік. Сол себепті жаңағы Қазавтожол басшылығын және мердігерлерді осы жерге шақырып, жаңағы барлық мәселені тыңдап отырмыз. Биылғы жылдың 31 қазанына дейін бұйырса осы жаңағы жолда жүруді ашып береді, бірақ жаңағы толығымен тапсырмайды. Халықтың осындай талап тілегінен соң Қазавтожол басшылығы мен мердігер компания өкілдері қазір құрылысы жүріп жатқан Сарыөзек-Көктал тас жолының 45-68 шақырымын биыл ашуға уәде берді. Алдағы жылдың күзінде аталған автокөлік жолы толықтай пайдалануға беріледі. Ардақ Айбарлы, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Жетісу облысынан.